Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгінгі дәрістің тақырыбы тіл сабағын әдебиетпен кіріктіре оқытудың өзектілігіне арналады. Тіл мен әдебиетті кіріктіріп, бір пән ретінде оқыту әдісінің тиімділігі мен кемшін тұстары бүгінгі қазақ тілші ғалымдар арасында жалпы қызу талқыға түсуде. Мұндай талқы Еуропа елдерінде, Америка, Англия елдерінде 1977 жылдары қызу жүрген болатын. Бүгінде оң шешімін тауып, қолданысқа толыққанды енген. Кейін бұл мемлекеттердің әрекетінің оң не теріс екендігін анықтау мақсатында жалпы Пәкістан, Индонезия, Түркия сияқты елдер қосылып, өз зерттеулері мен тәжірибелерін жүргізген екен. Мұның бастауы негізінен тілді оқытудың коммуникативтік тәсіліне бет бұрғаннан, енді жылмен айтсақ 1960 жылдардан басталады. Тілді тек грамма аударма тәсілі ретінде жалаң оқытудың нәтижесі өнімсіз болғандығын ескере келе, жаппай жаңа тәсілдерді сабақтарда сынап көру, өнімді әдістерді анықтау мақсатында қызу зерттеу жұмыстары жолға қойылған. Тіл сабақтарында көркем мәтінді қолданудың қаншалықты тиімді екендігін зерттеп білуге мынадай ғалымдар атсалысқан. Ол Топпинг, ол Linguistic, ол Literature деген еңбегін жазады. Келесі деген Маккей, Малей, Ипсон, Turkey, мына алдарыңызда мен сізге Наттал дейді, алдарыңызда мінекей олардың зерттеу тақырыптарын мысал ретінде көрсетіп отырмын. Асықпай бейнені тоқтатып қойып, осы кісілердің еңбегіне іздеу салып, не туралы жазғандығын аз да болса ағылшынша білетін болсаңыз, анықтап шолып көруіңізге болады. Болмаса, кәдімгі Google аудармашыны қолданып түсінуге тырыссаңыз болады. Осы дәрісті дайындау үшін мен осы кісілердің еңбектерінің барлығын қарап шықтым. Дублин мен Олштейннің 1977 жылғы зерттеуінде екінші тілді үйреніп жүрген оқушы үшін тіл мен әдебиетті кіріктіріп оқытудың дұрыс еместігін өз замандастары былай деп түсіндірген жасады. Яғни дәл қазіргі жағдаят көптеген ғалымдар тобы немесе тілшілер бірге оқытудың дұрыс еместігін алға тартады екен. Алдымен әдеби шығарма тілінің күнделікті тіл қолданысынан айырмашылығының болғандығын себеп етеді. Екіншіден, көркем мәтінде жаңа сөздердің көптеп кездесуі. Бұл жағдайда тіл үйренушіге әдеби шығарманы оқып түсіну өте қиынға соғады. Сонымен бірге тіл үйренушіге коннотациялық жүк артылады. Мұғалім амалсыз шығарманың мазмұнын аударма тәсілі арқылы баяндап жеткізуге мәжбүр болады. Дәл осы пікірді бүгінде кейбір қазақстандық ұстаздар мен ғалымдарды алға тартып жүр. Бұл қиындықтарды еңсерудің тиімді тәсілдері бүгінде өз шешімін тапқан. Атап айтқанда тілді коммуникативтік тұрғыда оқытуға бет бұру осындай түйткілдерді шешіп береді. Сондай-ақ Дублин мен Олштейннің өздерінің әдебиет сабақтарында оқушылардың әдебиетті дәстүрлі әдіспен оқитындығын жазған. Мұғалім сынып алдында тұрып шығарманың мазмұнын баяндап айтады. Оқушылар сабақтың көп бөлігін мұғалімді тыңдаумен ғана өткізеді. Оқушылар өзара өте аз мөлшерде әрекеттеседі. Енді шыны керек, осы уақытқа дейін өзіміз тәлім алған кезде де осылай болатындығын, немесе бұған дейін тіл үйрету курстарында жұмыс жүргізген, немесе орыс сыныптарында сабақ берген мұғалімдер өздері біледі. Ол адамдар тақтаның алдына шығып, балаларға арасында да мазмұндап, өздері ауыздарына салып беретін, дұрыс па? Енді ғалымның бұл естелігінен әдебиет сабағының оқытылу сапасы қаншалықты төмен болғандығын аңғарамыз. Келесі бір сөзінде өз заманындағы тілді меңгертудегі басты кемшілікті былай деп талдап жеткізеді. Көптеген тіл үйрету курстарында сабақтардың басым бөлігін сөйлем құрастыру, оның құрылымын, орын тәртібін зерттеуге арнайды. Ал белгілі бір сабақта оқушыларды селт еткізетін, айрықша қызықтыратын ақпарат берілгеніне не берілмегеніне назар аударылмайды. Мәселен, тоты-құсты айтып бергенді қайталай алады. Ол адамзатқа тыңдап түсіну қабілеті бұйырған болса, сол ойды жалғастырып, оған өз ойын қоса алу мүмкіндігі берілген. Демек, адамның тоты-құстан айырмашылығы бар ғой. Ал тілді меңгертуді көздеген дәстүрлі сабақта немесе грамма аударма тәсіліне құрылған сабақта оқушылар ешқашан жаңа тілдік құрылымды өз тәжірибелеріне енгізе алмайды. Жаңа жағдаят кезінде алған теориялық білімін қарым-қатынас барысында мүлде кәдеге жарата алмайды деп түсіндіреді. Ғалымның бұл пікірін біз де қостай отырып, екінші тіл ретінде оқытылатын қазақ тілі сабағында көркем мәтіндерді қолданудың артықшылықтары мол екенін баса айтқымыз келеді. Сөзіміз жалаң болмас үшін алда бірқатар себептерді санамалап тұрып, алдарыңызға тартатын боламын. Біріншіден, әдеби шығарма қазақ тілінің сөздік қоры мол екендігін айғақтайтын дереккөз.
белгілі бір сөздің синонимдік, антонимдік, амонимдік қатарларын олардың лексикалық тұрғыда дұрыс қолдану үлгісін осы көркем мәтіннен көре аламыз. Сондықтан көркем мәтінді сабаққа алып келудің маңыздылығы осыда. Осы айтылған пікірге қоса кететін тағы бір жайт, көркем мәтіннен ғана тілдің диахронды және синхронды даму үрдісін де аңғаруға болады. Тіл үйренуші идиомдық тіркестерді, көне және заманауи лексикаларды мәтін көлемінде анықтап, оңай игереді. Лазар есімді зерттеуші тіл сабақтарында романды оқып отырып, контекстке қарап сөз мағынасын болжап анықтау тапсырмаларының тиімді болғанын жазған. Осы амалды студентке аутентті мәтіндерді ұсынғанда қолданудың өте пайдалы болатындығын ерекше атағым келеді. Екіншіден, қазақ тіліндегі сөздердің құрамы, сөйлемдердің құрылымдық сипаты, тіпті стильдік қолданысы осы көркем әдебиет мәтіндерінде беріледі. Әуезов айтқандай, әдебиет сөз өнері деп, көркем мәтінді оқып немесе тыңдау арқылы оқушылар сөздің ұтымды қолданысынан хабардар бола алады. Өз оқырманына, тыңдаушысына қалай әсер ету керектігін көркем мәтіндерден үйренетін болады. Үшіншіден, тіл сабағына таңдап алынған шығарма арқылы оқушының сабаққа деген қызығушылығын да арттыруға болады. Бұл пікірді өз зерттеулерінде араб ғалымдары Хусейн мен Джафар есімді адамдар сөз етеді. Олардың өз сөзінен мысал келтіретін болсақ, студенттер үшін романды оқудағы ең негізгі екі пайдалы фактор бар дейді. Бірі қызығушылықты ояту, екіншісі көркем мәтіннің кең көлемдегі сөздік қоры мен грамматикалық құрылымының қайнар көзі болып табылуы деп көрсеткен екен. Төртінші, тіл мен әдебиетті кіріктіріп оқыту арқылы мұғалім сабақта сөйлеу әрекетінің төрт түрінде еркін таңдап қолдана алады. Мәселен, мұғалім романның оқушыларға қызықты деген тұсын таңдап алып, оқылым сабағын ұйымдастырса болады. Немесе белгілі бір бөлігін грамматикалық білім беруге оңтайлы десе, сол бөлікті таңдап алып, грамматикалық құрылымның жасалу жолын алдағы сабақты талдатуға болады. Келесі бір бөлігін, егер ұзын сонар еңбек болатын болса, тыңдалым сабағы деп белгілесе болады. Ендеше тілді оқытудың коммуникативтік тәсілмен оқытылуын дұрыс деп санайтын болсақ, төрт түрлі оқыту дағдысын тіл сабағында басшылыққа алуға міндеттіміз. Ал аталған тілдік дағды, жаңағы рецептивті, продуктивті дағдыларымыз бар ғой, белгілі бір контекст бар болған жағдайда ғана өз деңгейінде жүзеге асырыла алады. Ендеше бізге көркем шығарма, белгілі бір мазмұнды игерген прозалық шығарма өте дөп келеді. Бұл туралы Крамшт айтып кеткен ғой, 1993 жылдағы еңбегінде. Сабақта коммуникативтік тәсілді қолдану арқылы оқушыларды өз бетімен білім алуға жетелеуге болады. Немесе студенттермен әдеби шығарма туралы талқылау ұйымдастырып, олардың айтылым дағдысын шыңдай аламыз деп айтқан екен ол кісі. Бесінші, 2002 жылы Батлер өзінің іс тәжірибедегі зерттеу жұмысында көркем әдебиет үлгілерін тіл сабақтарына алып келу арқылы оқушылардың шығармашылығын дамытуға болады деп атап көрсеткен екен. Мәселен, оқушылар мәтінді өз беттерінше өзгертулеріне болады, басшылыққа алып өз нұсқаларын жаза алады. Осылайша тіл сабағында қызықты шығармашылық атмосфера орнатсақ болады деп ғалым атап кеткен екен. Алтыншы, әдебиет оқушылардың интерпретациялық қабілетін дамытады. Тіл үйренуші оқыған ақпаратын өзге ақпаратпен не өмірлік жағдаятпен салыстырады. Белгілі бір әрекеттің дұрыс немесе дұрыс еместігін өз көзқарас тұрғысынан талдап айтатын болады. Мәтін аясында көтерілген күрделі проблемаларды шешуге тырысып, өзіндік жеке қорытындысын жасайды, не шешім қабылдайды. Мәселен, әр қырынан қарап талқылайды, сыни тұрғыда ойланады. Тіптен оқыған шығармадан алған ақпаратын дәйектеу не толықтыру мақсатында ізденіп, өз бетімен білім алуға ұмтылыс жасайтын болады деп Лазар атап кеткен екен. Ендеше оқыған ақпаратын тіл үйренуші ауызша немесе жазбаша талдап түсіндіре білсе, талқылауға қатысып өз ойын еркін жеткізе алса, тіл үйретудің негізгі мақсаты орындалғаны. Ал тіл сабағын контексттен ажыратып, құр грамматикалық ережелермен, қысқа сөйлемдермен, толық емес үзінді диалогтармен оқытатын болсақ, алдымызда отырған тіл үйренуші қазақ тілін меңгермейді. Әлбетте, тіл үйренуші грамматикалық ережені жатқа біледі, жаттығуларды қатесіз орындап береді, ал шынайы қарым-қатынас орнатуға тым қауқарсыз келеді. Жетінші, тіл мен әдебиетті кіріктіріп оқытудың арқасында тіл үйренушілер өздері үйреніп отырған тілдің мәдениетіне кеңінен қанық болады. Сол тілде сөйлейтін ұлттың қадір қасиетімен етене таныс бола бастайды. Қазақ мәдениетін өз мәдениетімен салыстыратын болады, мәселен өзге ұлт болатын болса. Сегізінші, жалпы білім беретін мектеп қолданысында жаңартылған оқу бағдарламасында ерекше
айқындалып берілген 21 ғасыр құндылықтарын біз меңгертуге, игертуге оқушы бойына мүмкіндік аламыз. Онда адамгершілік, құрмет, эмпатия, адалдық, ашықтық, отансүйгіштік, қайырымдылық, салауатты өмір салтын ұстану, мәдениеттілік, патриоттық тағы басқа жаңа құндылықтар атап көрсетілген. Тіпті қарапайым Дулат Исабековтің әпке драмасын алайықшы. Осы драма арқылы біз оқушыларға мейірімділікті, эмпатия, адалдық, адамгершілік құндылықтарын дәріптей аламыз осы шығарманың арқасында. Ал біз бұрын осы бағдарламаға дейін осындай тәрбиені игерту үшін, оқушы бойына дарыту үшін біз мақал-мәтелдерді әкелетінбіз. Немесе сондай бір тәрбиеге негізделген сөйлемдерді қысқа алып келетінбіз, нақыл сөздерді алып келетінбіз, тұтас мәтін емес. 9-шы, оқушыларды белгілі бір тақырып аясында қызықтырып, ол туралы өзара қарым-қатынас орнатып, талқылау жасауларына, оқиғаны көз алдарына елестету арқылы тіл табиғатын түсінуге септігін тигізеді. Сонымен қатар оқушылар өз жауаптарын ұсынар сәтте сүйенетін бірден бір көмек көзі болып табылады. Расында да тіл үйренушілер тақырып аясында өз идеяларын ұсынатын болса, міндетті түрде мәтінге сүйеніп жоспар құрады ғой. Қысқа айтқанда контент болады, балаларда, тіл үйренушіде дайын алдарында контент болады. 10-шы, Хатип пен Рахими әдеби шығарма арқылы оқушылардың өмір тәжірибесін және білімін арттыру мүмкін екендігін алға тартады. 11-ші, әдеби шығарма оқушылардың мінез құлқының қалыптасуына әсер етеді. Түрлі әдеби жанрларда кездескен кейіпкерлер түрлі тілдік деңгейде иемденеді. Оқушылар өз кейіпкерінің рөлін сомдағанда, немесе оларды өз бетімен сөйлеткенде оларға тән, олардың табиғатын ашатын, әлеуметтік ортасын танытатын тіл бірліктерін таңдап қолданады. Бұл пікірімізді мысалы Әли деген ғалым өзінің докторлық жұмысында құптаған, және ол оқушының тұлғалық дамуын кемелдендіру үшін де тіл мен әдебиеттің кіріктіріліп оқытылуы маңызды деп танитындығын атап көрсеткен. 12-ші, қазақ тілі мен әдебиетін кіріктіріп оқыту арқылы пәнаралық байланыс айқын орнайды. Әдеби шығармаларда өз кезеңін сипаттайтын тарихи мағлұмат болады, немесе шығарма белгілі бір кәсіпке арналады. Мұғалімдік, дәрігер, кенші, егінші тағы басқа болуы мүмкін. Табиғи құбылыс пен жергілікті жердің табиғаты көзбен көргенде не қолмен ұстағандай сипатталады. Демек, тіл сабағына әдебиет тек өзі ғана келмей, өзімен бірге түрлі пәндерді ала келіп, дәнекер қызметін атқарады. Дәрісімізді қорытындылай келе, тіл мен әдебиетті кіріктіріп оқытудың маңызы зор деп тамамдағымыз келеді. Қазақ тілі пәні мен әдебиет пәндері өз алдарына бөлек өмір сүретін пәндер бола алмайды. Олар өзара бірін-бірі толықтыратын пәндер болып табылады. Әсіресе тілді коммуникативтік тәсілге негіздеп үйрететін болсақ, көркем мәтіндерді қолданбау әсте сабақта мүмкін емес. Бұрынғыдай қазақ тілінде емтихан тапсыратын болса оқушылар, сол әдебиет сабағын сол емтихан тапсыратын қазақ тіліндегі грамматиканы меңгертуге арнап, игермей, оқымай тастауға болмайды. Немесе сағат қажет деп сағат санын көбейтудің амалы ретінде қарап, оны тіл сабағынан бөлек бір пән ретінде алып тастауға болмайды. Және екі пән тіпті бөлек жүрген жағдайда ол бір-бірін толықтыра түсетін, бір-бірімен тығыз байланыс орнататын сабақ болуға тиісті. Сондықтан әріптестер, кері шегінбес бұрын осы бір тақырып төңірегінде тағы бір мәрте ойланғанымыз дұрыс па деп аяқтаймын өз дәрісімді. Көп рахмет тыңдағандарыңызға. Пікір білдірсеңіздер жазып отыруларыңыз сұралады.